Тырна тамақты жегісі келді, бірақ жалпақ тәрелкеден ұзын тұмсығымен жеу оған өте ыңғайсыз еді. Түлкі терезеден қарап, тырнамен үнсіз қоштасты. Екеуі де бір-бірін түсінбей қалды. Түлкі аң-таң болды. Неге тырнаның ренжіп кеткенін ол түсінбеді. Тырнаның көңілі қатты түсті. Ол ренжіді, бірақ байқатпады. Үндемей ғана үйіне қайтып кетті. Тырна да ойланып жүрді. Мүмкін түлкі мұны әдейі істемеген шығар. Олай болса, мен түлкіге бәрін өз тіліммен түсіндірейін. Оны үйіме қонаққа шақырайын. Тырна түлкіге хат жіберді. Түлкі хатты оқып, қуанып кетті. Алақай деді. Тырнаның көңілі түсіп кетті. Досы оның жайын ойламағандай көрінді. Екеуі татуласты. Нағыз достық көңіл бөлу мен түсінуден басталады.